Түркістан, ондағы Әзірет Сұлтан кесенесі қазақ тарихының ең қасиетті жерінен саналады. Бұл біздің ең жанды жеріміз. Өзбекәлі Жәнібеков. Өз ағам исі қазақтың ғана емес, түркі халқының өз ағасы Өзбекәлі Жәнібеков ұлы даланың ұлы тұлғасы. Әлкей Марғұлан атақты археолог, әдебиетші, ғалым. Мәдениет адамзаттың маңдай тері дейді. Сол адамзаттың маңдай тері Өзбекәлі Жәнібеков. Диқан қауым әдетте небәрі 10 шақты үйден құралатын тұрақтарын егістікке жақын, қыста малын жусатуға жететін шөбі, ықтасын болатын тоғай, қопа қабысы бар көл қойнауларына таман, ойлы қыратты жерлерге орналастырады екен. Қазіргі оңтүстік Қазақстан облысының Отырар ауданына қарайтын Арыс өзенінің Сырға құяр тұсында бой көтерген осындай ескі қоныстардың бірі Сарықамыста мен 1931 жылдың 20 тамызында дүниеге келіппін. Дәстүрмен ата-анам көршілерін шақырып, шілдехана жасап, ауылдағы ең қадірмен көнекөз қарт Өзбек ақсақалдың құрметіне Өзбекәлі деп ат қойыпты. Барлық уақытта алғыс айтуға тиістіміз. Осындай қайраткер тәрбиелеген. Міне сол жастарды тәрбиеледі, бірақ ол кісінің барлық уақытта ойында қазақ халқының салт дәстүрін, әдет ғұрпын исламменен қауыстыру, ислам мәдениетіменен. Соны ойлады. Себебі ол кісі тарихшы. Бір күні мен жөнінде қабырға газетіне өте оқыпты, сабақты жақсы оқып, класстастарының алдына шықты деп мақтап жазыпты. Мен оны қайдан білейін? Үйге келсем, Мәдина мұны апама жеткізіп үлгеріпті. Апам менің бетімден сүйіп, ризашылығын білдіріп жатты. Жыл 12 ең алғаш ойлап тапқан біздің қазақ халқы, түркі халқы соның ішінде. Сондықтан бұл Наурыздың түні қайтадан қалпына келтіру, бүкіл тарихты қалпына келтіру, халықтың тарихи санасын оятуда орасан зор қызмет етті. Осының басы қасында Өзбекәлі бастаған қазақтың ұлт жанды азаматтары жүрді. Ата салтымен, ата дәстүрімен, өзінің қазақы болмысымен тәрбиелеуге барынша әрекет жасады. Қазіргідей мамандық таңдау ол кезде болмайтын. Пәлендей оқу орнына түстеп кеңес беретін адам да болған жоқ. Өзімше таңдағаным Абай атындағы Қазақ педагогтық институтының тарих факультеті болды. Орыс әдебиетінен емтихан алған Ландау деген кісі Чеховтың «Человек в футляры» деген әңгімесі жайында айтып беруді сұрады. Әрине, қазақ тілінде болса тап-тұйнақтай жауап берер едім. Орысшаға тілім жетпесе де, язык, который язык не хватает деген тіркестердің оңды-солды пайдалана отырып, әжептеуір жауап бердім. Емтихан алушының риза болғаны сонша 4 қойып берді.
Сөйтіп, қазақ әдебиетінен жалпы баға 4, орыс тілі мен әдебиетінен 3 болып шыға келді. Менімен бірге оқуға келген 7 баланың барлығы емтиханнан құлап ауылға қайтатын болды. Емтиханды ойдағыдай тапсырғандықтан институтқа қабылданатын болдым деп, оқу басталғанға дейін елге барып келмек болып, мен де солармен бірге кете бердім. Тайқазан деген біздің ұлттың берекесі ғой. Ұлттың символы. Құты. Бұны осыны құтын қашырып, орыстар Ленинградына апарып, пәлен жыл бізді ұмыттырды. Осыны қайтадан әкелуде, осы өзекең қатарлық азаматтар орасан зор ерлік көрсетті. Ол о заманда орталық комитетке, Москваға бұндай мәселемен шығу деген ол өлімге бастығымен бірдей болатын. Ол кісі орталық комитетте істейтін. Сонша ырза болдым бұл кісінің біліміне, кішіпейілділігіне, ұлт жандылығына, ұлтқа деген қызмет етудің қандай болатындығы мен Өзбек әлі Жәнібековтің кездесу арқылы бұрынғы ұғым түсініктері одан әрі тереңдеді. Негізінде атамыз өзінің сөзі арқылы емес, өзінің үлгісі, ісі арқылы бізге тәрбие берген кісі еді. Атам о дүниелік болғанда мен бар жоғы 12 жаста ғана едім. 89 жылы алғашқы рет Наурыз мерекесі тойланған кезде маған өз қолымен сол Наурыз мерекесіне арнап ұлттық киім тіккені өз қолымен есімде қалған. Өзбекәлі Жәнібеков қазақтың ұлттық мәдениетінің өркендеуіне, қазақ тілінің мемлекеттік мәртебе алуына көп күш жігер жұмсаған қайраткер. 20 ғасырдың 70 жылдарында Қожа Ахмет Яссауи кесенесін қалпына келтіруге ұйытқы болған да өз ағаң. Оның бастамасымен көптеген этнографиялық мұражайлар ашылды. Сонымен қатар қазақ жеріндегі тарихи және мәдени ескерткіштерді сақтау мен қалпына келтіру мақсатын көздеген Арқас қоғамы құрылды. Ол Торғайда Шертер, ғасырлар пернесі, Алматыда Сазген, Адырна, Алтынай ансамбльдерін құрып, өнер көрсетуге ақылшы, демеуші болған азамат. Өзбекәлі Жәнібековтің қазақтың ұлттық қолөнері, жаңғырық, уақыт керуені, жол айрықта, қазақ киімі, ежелгі отырар атты бірнеше жинақтары жарық көрген. Осы орайда тағдыр тағылымы жинағының шығуына орай бас қосқан мәжілісте өз ағаң 42 жыл бойы халыққа белгілі адамдармен істес болдым. Солардың игілік істерінде, қамқорлығында көрдім. Тағдыр тағылымында мәдениет және өнер жайында сөз қозғалды. Ескі әдет ғұрыпқа байланысты біршама дүниелер қамтылған. Бұл менің алғашқы әдеби шығармам деп өзек жарды сөзін айтқан еді. Өз ағаң өзінің саналы ғұмырында адам бойындағы асыл қасиетті аша біліп, дарынды жастарды үлкен сахнаға баулыған өнер жанашыры. 1980 жылы 1 тамызда орталық комитеттің ұйғарымымен республикалық саз аспаптар музейін ашу туралы қаулы шықты. Өз ағаңның басқаруымен 9 айдың ішінде музей экспонаттарын іздестіріп, Семей облысындағы Абай музейінен ақынның домбырасын, Атыраудан Мұрын жыраудың, Қызылордадан орталық музейдегі Шашубайдың сырнайын, Бектасовтың көмегімен Біржан Салдың домбырасын алдырып, болашақ Сазген ансамблінің аспаптары мен ұлттық киімін дайындап, үлкен ұйымдастырушылық жұмыстарын жөнге келтірді.
әсіресе белгілі шебер Шоқпаровтың басқаруындағы мамандар ансамбліне қажет аспаптарды жасап, аз уақытта көп шаруа тындырды. Сөйтіп, 1981 жылдың 24 сәуірінде Республикалық саз аспаптар музейі ашылды. Музейді басқаруға өнер зерттеушісі, белгілі күйші Шәкәрім шақырылды. Жәкең музей жанынан ашылған Сазген фольклорлық ансамбліне де жетекшілік етті. Музей экспонаттарын толықтыруға белгілі өнер зерттеушісі Болат Сарыбаевтың да қосқан үлесі ерекше. Өз ағаң Болат Сарыбаевтың Торғайда ашылған Шертер ансамблін ұйымдастыруға көмекке шақырғанды. Ол музей шеберханасында жасалған аспаптарға кеңесші болды. Өзбекәлі Жәнібеков Сазген ансамблімен алғаш Оңтүстік Қазақстан облысын аралады. Қазақстанның әр жерінен 300-де экспонат жинады. Одан соң Сазген Югославия, Мари Аксыра, Түркменстан, Үндістан жерін аралап, Алжир мен Францияда концерт қойды. Мәскеуге 3 рет барып, халықаралық фестивальдерге қатысты. Осы орайда театр сыншысы профессор Әшірбек Сығай көзі тірісінде Өзбекәлі Жәнібеков қазақ халқының біртуар азаматы. Өз кезеңінің аса ірі қайраткерлері ретінде салған жолы сайрап жатыр. Мен 1974 жылы театрды көруге Торғайға бардым. Ол жерде театр ашылғанына небәрі 2 жыл болған. Өзбекәлі Жәнібеков Торғай обкомының хатшысы еді. Театрдағы әр қойылымда режиссерлармен ақылдасып отыратын. Әртістерге қалай ойнау керектігінде үйрететін. Айман Шолпан кездескенде бір-біріне қалай емеурін танытып жатыр. Әлібек, арыстандармен кездескенде қыздар қалай өзін-өзі ұстау керек, осының бәрін өз ағаң үйрететін. Бұл кісі маған жағатын. Содан қызмет бабымен кездесіп тұрдық. Кейін мен ол кісінің орынбасары болып қызмет істедім. Ол кісі министр болып келді. Жұмыс істесе жанын аямайтын жанкешті адам екенін ұғындым. Қазақстанда сол кезде 17 мыңдай ескерткіш бар екен, соның барлығының құжаттарын өз ағаң ретке келтірді. Тіпті оттыққа дейін, көне шәйнек, құманға дейін ауыл-ауылдан жинап, мұражайдың толығуына еңбегі сіңді. Қорған ансамбльдерін Адырна, Арқас, Сазген, Алтынай деп атауы да ерекше еді. Артынан бірнеше кітап қалдырды. Қысқасы, бұл кісі елім, жерім деп көңіреніп өткен кісі, оған дау жоқ деп еді. Келер ұрпаққа баға жетпес құнды еңбектері мен өсиеттерін қалдырған еліміздің біртуар тұлғаларының бірі, мемлекет қайраткері, белгілі этнограф, тарихшы, ғалым Өзбекәлі Жәнібековтің еңбек жолы жыл өткен сайын құндылығы арта түсері анық. Оған еш дауымыз жоқ.